Енді біз сондай әулеттен шықтық. Үлкен сондай діндарлардың әулетінен Түркістан қаласында Хилвет мешітінде наиб имам болып істеген Мақсым ата деген үлкен ақсақал кісі болған. Сол кісінің немересі болам. Алғашқы бізге әріпті, исламды, шариғи мәселені сол кісі үйреткен. Содан соң ол кісі балам біздің әулетімізден үлкен ғалымдар, ғұламалар шыққан, бірақ қарилар шықпады деп, сол Түркістан қаласындағы орталық мешіт Хилвет мешітінің бас имамы Қадыр Қары ұстаздың қолына апарып бердім. Сонда жаңа сіз айтқандай жүйе болатын. Мен таңертеңнен мектепке барам, түсте келем, түс қайта Қадыр Қарының үйіне барып, ұстазымыздың берілген тапсырманы барып жатқа оқып берем. Яғни күнделікті маған бір бет немесе екі бет Құран тапсырады. Осыны жаттап кел деп. Сон таңертең мектепке барам, түстен кейін Қадыр Қары ұстазымызға сабақ тапсырам, кешке келіп мектептің дәрісін дайындап, одан кейін Құранды дайындап, осылай екі заман дүнияуи және де діни білімді қатар алдық. Құдайға шүкір. Ал енді ол кісі сондай бір өзінің тәртібі болатын, жүйесі болатын, қалай жаттау керек, қалай оқу керек. Енді әр жерде әртүрлі оқытады. Ол кісі бізге бір бетті басына аяқ қайта-қайта оқуды бұйырған тұғын.